Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздерге мынадай алаяқтықтың тағы бір түрін көрсетейін деп шештім. Бұл жаңадан енген түрі сияқты. Сіздерге осылай тариф қосып берем немесе единица салып берем деп жазуы мүмкін жекеңізге. Немесе осылай группаларға жібереді. Тариф қосып берем, арзан 500 теңге қосып берем деп. Өйтіп жекесіне жазбаңыздар олардың ешқашан. Мысалға міне екіншісі уже. Бұныкі уже 2290 теңгелік тариф екен. Қосып берем, жекеге жазыңыздар деп жазыпты. Жекесіне жазған адамдар уже талай алданды деп ойлайды. Алданған келесі кісі. Інімнің сөйлескен WhatsApp'та болу керек. Один экспертен емес, жаңағы нөмір, жаңа тарифке қосып берем дегенде единица салдырған. Өйткенде ақшасын тартып алған. Кейіннен сообщение келіп тұр дейді, один эксперттен осындай ақша алынды деп. Суретке түсіріп жіберем, сөйлескен нелері бар ғой. Мінекей алданған кісі. Ассалаумағалейкум, тарифке қосылу керек еді. 6 цифрын бұл кісі айтып қойған. Мінекей 2790 теңге алған. 3-4 рет жіберген 6 цифрды. Соның бәрін айтып берген, цифрдың бәрін. Сосын 2-3 күнде қосылады деген. Мына жазып тұр, братан жерде один эксперт деп тұр ғой деп. Мен сол жерде жұмыс жасаймын деген. Соның акциясы деп түсіндірген. Номерлердің акциясы дейді. Қай жұмыстамын дейді. Алдап алып, еще біля деп боқтаған. Намысымды еще 3000 теңгеге сата қоймайды екенмін деп әңгіме айтқан. Қосылады 1-2 күнде деп. Мінекей біреуден қарыз алып салып беріп тұр, ито ол ақшасын. Міне 2 күн өтті деп тұр. Мінекей мына номер. Тура осы жағдай мен басымда да болды. Мінекей маған мына кісі жазған. Осы номерде кісі. Мен ол кісіден единица да сұраған жоқпын, мегабайт та сұраған жоқпын, тариф те сұраған жоқпын да. Өзінен өзі маған жазды. Сәлеметсіз бе, сізге единица керек пе? Билайн номерге. Мен жазып жібердім, керек дедім ба, тегін беретін болсаң бер дедім. Жай тегін салып берем ба деп едім дейді. Тегін болып тұрғансын аламыз ғой. Берсең ала беремін деп жаздым. Осы номерге ма деп мен номерін жазып жіберді. Иә деп жазып жібердім. Қазір алсаң келеді дейді, айтшы дейді. Мен уже лохотрончиктердің нелерін білем, уже қулықтарын, қалай не істеп тұрғандарын. Мен айттым, оған алсаң керек емес деп жаздым. Ау жазсай деп уже ашуланып жатыр уже, ашуға мініп. Ау жазсай алсаңды тездетші деп жазыпты. Мінекей керек деп жазып жіберді. Сосын мен жазып жібердім, ақмақ көресің ба, мен де аударып жүрмін деп. Айтпасаң жарайды, номеріңді істемей қалса ренжіме. Бірақ дейді, жарай ма, полный өшірем ғой сіздің номеріңізді дейді. Сөйтіп маған еще 6 цифрды айтпағансын, маған номерді өшіріп тастаймын деп еще маған угрожает. Маған қоқан-лоққы көрсетіп тұр да. Сіздерге ештеңе де істей алмайды, номеріңізді де өшіре алмайды. Если 6 цифр келген кодты ешкімге айтпасаңыз, сіздерде алдам қалмасын деген ниетпен шығарып отырмын осы видеоны. Таныстарыңызға таратсаңыздар болады. Бұл кісілер уже қаншама адамды алдап жүр. Осындай қулықпен. Бірақ мен бұдан кейін жазып жібердім бұл кісіге. Ол жер скрин түспей қалыпты. Адалынан таппаған ақша саған ас болмайды деп жазып жібердім. Енді түсінсе түсінер, түсінбесе өзі білер. Сол сіздер алдам қалмасын деген ниет бұл жерде.
таныстарға таратыңыздар. Кейбір жаңағыдай білмейтін кісілер, мысалға мына кісі сияқты кісілер 6 цифрды беріп қояды. Бұл кісі уже алданып қалып тұр. Мінекей. Бұл кісі 6 цифр беріп қойған. Уже бұл кісіні 3000 теңгеге тығып тастаған. Яғни 3000 теңгеге уже қарызға кіргізіп жіберген ғой. 3000 теңге мысалға ол да ақша ғой. Әрқайсыдан 3000 теңгеден өйстіп ала беретін болса, ол кісіде уже бұл оңай ақшаға жатып алған болып тұр ғой. Так что алданып қалмаңыздар. Сәттілік сіздерге.